Апалар, сіздердің алдарыңызда басымыз дейміз. Сіздердің алдарыңызда отырып сөйлеудіңіз ұят. Мына жерде керемет аналар отыр. Сіздердің орындарыңыз, сіздердің әрбір осы жерге келіп отырған қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Жастарыңызға дендеріңіз сау болсын. Алла Тағалаға әлі қазақ еліне, қазақ халқына сіздердің берерлеріңіз көп болсын. Сіздердің әрбір жүріп өткен қадамдарыңыз, іздеріңіз өмірлік өнеге. 100 жасаңыздар, 1000 жасаңыздар, сіздерге 1000 алғыс. Бүгінгі кештің өзі 1000 алғыспен басталсын. Басымыз дейіп сіздерге 1000 алғыс айтамыз. Өйткені бізде мемлекеттік деңгейде бекітілген 1 наурыз мемлекеттік мереке алғыс айту күні. Сол күнге орай осы іс-шараны ұйымдастырдық. Ондағы мақсатымыз әуелі Аллаға алғысымызды айта отырып, және өздеріңіз көрдіңіздер, құранмен бастап жатырмыз. Бұл да осы Аллахтың атымен басталған іс-шарада қайыр береке болар. Алла разы болсын. Екінші, елімізге және бір-бірімізге алғыс айта отырайық. Мен сіздерге 1000 алғыс айтамын, осы жерге келгендеріңіз үшін. Сіздер де бір-бірлеріңіздің қолдарыңызды ұстап, бір-бірлеріңізге бастарыңызды ұрып, саған 1000 алғыс деп қойсаңыздар, керемет болар еді.